квадраттың ішінен бір нүкте белгіленген және осы нүктені қабырғаларының орталарымен қосып шыққанда төрт бұрыштар пайда болады. Осы төрт бұрыштардың аудандары берілген 16, 20, 32 және соңғы төрт бұрыштың ауданын табуымыз керек. Бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз оқушылар. Қолдап, қуаттап отырыңыздар. Берілген нүктеден квадраттың төбесіне дейінгі арақашықтықты қосып шығайық. Мына екі нүктені қосамыз. Енді мына үшбұрышқа назар аударыңыздар оқушылар. Үшбұрыш, сонда мынау бізде медиана рөлін атқарып тұр. Мынау медиана болады. Медиананың қасиеті бойынша үшбұрыштың ауданын қақ екіге бөледі. Яғни мына үшбұрыштың ауданы мына үшбұрыштың ауданына тең. Неге? Егер мына нүктеден биіктік түсіретін болсақ, ауданды табу үшін біз не істейміз? Биіктікті табанына көбейтіп екіге бөлеміз ғой. Биіктік екі үшбұрыш үшін ортақ. Мына үшбұрыштың биіктігі және мына үшбұрыштың биіктігі. Ал табандары бір-біріне тең. Яғни мына кесіндіміз мына кесіндіге тең. Сондықтан бұл екі үшбұрыштың ауданы бірдей болады. Демек біз бұл үшбұрыштың аудандарын бірдей әріппен белгілеп алайық. Мынаны А десек, мынаның ауданы да А болады. Дәл солай мына нүктеден басқа төбелерін де қосамыз. Яғни мына төбесін қосайық және мына төбесін қоссақ. Сонда мына үшбұрыштың ауданы мен мына үшбұрыштың ауданы бірдей. Оларды Б әріпімен белгілеп аламыз. Мына үшбұрыштың ауданы С десек, мынау да С болады. Мынаны Д десек, онда мынау да Д-ға тең болады. Біздің мақсат А мен Б-ның қосындысын табу. Екі үшбұрыштың аудандарын қоссақ, төрт бұрыштың ауданы шығады. Қарама-қарсы мына диагональ бойымен қарсы орналасқан төрт бұрыштың аудандарына назар аударайықшы. 16 мен 32. 16 мен 32 олар А, Б, С, Д қосындысы. Осы төрт әріптің қосындысы ғой. Енді мына былай диагональ бойымен қарсы орналасқан үшбұрыштың аудандарына назар аударамыз. Бұларды А, Б, С, Д. Демек, олар өзара тең. Яғни 32 қосу 16 тең 20 қосу мына төрт бұрыштың ауданы. 16-ға 32-ні қоссақ 48. 48. Бұл тең болу керек. Сонда 20-ның мына төрт бұрыштың ауданына, яғни А плюс Б-ға. Сонда біз іздеп жатқан мына төрт бұрыштың ауданы 28-ге тең болады.